Сол кездегі кез келген аймақты алыңыз. Олар үлкен ауылдай көрінеді. Сол кезде экономикалық орталық батыстан шығысқа ауысады деп ешкім ойламаған. Ол жай көшбасшы емес, ол жасампаз, мемлекеттің негізін қалаушы адам. Құрлық транзит тауар айналымының 88% біздің жерден өтеді. Быстрее, чем морской путь. 1991 жыл бұрынғы Кеңес одағы кеңістігінде Еуразия кіндігінде жаңа мемлекет пайда болды. Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін жариялады. Ол уақытта бұл жаңа мемлекет бүкіл әлемге беймәлім еді. 90-е были тяжелым десятилетием. 90-шы жылдарды жоғалған 10 жылдық деп атайды. Неге? Өйткені дәл осы жылдар біз үшін өте ауыр болды. Құқық қорғау жүйесі әлсіреп, криминал және бандитизм өршіді. Олар әсіресе көлік тасымалына кедергі келтірді. Стало на пути прежде всего автомобильных перевозок. Алдыңғы 4-5 жыл өте ауыр болды. Байланыс бір жақты еді. Қазақстаннан тек темір жол арқылы тауар тасымалданатын. Аптасына ұшақ рет Мәскеу-Алматы бағыты бойынша рейс болатын. Сол кездегі кез келген аймақты алыңыз. Олар үлкен ауылдай көрінетін. Инфрақұрылым дамымаған. Көлік жолы да, темір жолы да жоқ. Железной дороги не было. Ол уақытта коммуникацияның өзі күрмеулі мәселе еді. Кеңес одағында көлік жүйесі тек қана елден шығаруға арналған болатын. Транзиттік потенциал соған арналған. Елдер арасындағы шаруашылық байланыс үзілген кезде, жас Қазақстан өз көліктік инфрақұрылымын күтіп ұстай алмай қалды. Темір жол кешенінің 60% тозған, жүк платформаларының 80% ескірген, көлік жолдарының 1/3 нашар. Біз жолдарды өзіміз саламыз. Кезіндегі Аденауэр сияқты біз де істей аламыз оны. Және ол болашақ ұрпаққа қызмет етеді. Испанияда, Франкада солай істеген. Ол жолдарды ел әлі күнге дейін пайдаланып жүр. Бізде ештеңе болған жоқ. Қазақстанды транзиттік мемлекетке айналдыруымыз керек. Соның негізінде қаражат табамыз. Қазірдің өзінде біз Қытай, Ресей және Түркменстан шекараларында логистикалық орталықтар ашып қойдық. Қойнауында Менделеев кестесіндегі элементтердің барлығы бар болса да, Қазақстан сыртқа ештеңе сата алмайтын. Кеңес заманында әлемдік нарыққа есік жабық болды. Бүкіл құбыр жүйесі, газ желісі тек Ресей арқылы өтетін. Қазақстанның теңізге шығатында жолы жоқ. Бұл да әлемдік саудаға кері әсер етті. Дүние жүзінде теңізге жолы жоқ, 32 мемлекет болса, соның 16-сы кедей. Сол кездегі біздің жағдайды былайша суреттеуге болады. Көз алдымыздан жүйткіп жүк көліктері өтіп жатыр. Біз оған бір бұрыштан қарап тұрамыз. Міне, осындай көрініс деуге болады. Ал ол тығырықтан шығу үшін техникалық жағдай жақсы болу керек. Яғни, Еуразия кеңістігінде мүмкіндігімізді пайдаланып толыққанды хаб құруымыз керек. Тұңғыш президент Қазақстанның транзиттік потенциалын пайдаланып, үлкен жобаларда жүзеге асыруға кірісті. Бірақ оған ауқымды инвестиция керек болды. Сондықтан да кейбіреулер үшін ол орындалмастай көрінді. Қазақстанды Қытаймен жалғайтын жол салынды. Осының арқасында Ұлы Жібек жолымен пойыз жүріп өтуге мүмкіндік туды. Елдер арасында байланыс орнады. Нұрсұлтан Назарбаев сондай-ақ интеграциялық мәселелерді қолға алды. Соның бірі Еуразия құрлығындағы қауіпсіздік. Шанхай ынтымақтастық ұйымы, Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралар жөніндегі кеңес, ТМД, Еуразия экономикалық одағы, бұл ұйымдардың барлығында елбасының дипломатиялық шеберлігінің қолтаңбасы бар. Әр елден делегация келгенде оларға әлем картасынан қай жылдың қалай өтетінін, күре жолдарда, мұнай құбырларын белгілеп тұрып көрсететін. Оларға Қазақстанның геосаяси әлеуетін, атқаратын рөлін түсіндіріп, инвесторларды қалай тартуға болатынын айтып беретін еді. Поставил своей задачей быть мостом между Европой и Азией. Ол өзінің алдына Қазақстанды Еуропа мен Азия арасындағы көпірге айналдыру мақсатын қойды. Екі әлемді біріктіргісі келді. Айтқанын орындады. Ол уақытта экономикалық орталықтың батыстан шығысқа ауысатынын ешкім білген жоқ. Экономический центр мира будет перемещаться с запада на восток.
Кеңес одағы құрдымға кеткеннен кейін әлемдік нарық Еуропа мен Азияны жалғайтын жаңа сауда жолдарын қалыптастыру үшін бірнеше бағытпен жүрді. Әсіресе Кавказ елдердің мүмкіндігін пайдаланғысы келді. Бірақ ол жобаны жүзеге асыруға саяси жігер мен стратегиялық өріс жетіспеді. Дегенмен Қазақстанда трансқұрлықта дәліз құруға қажетті барлық мүмкіндіктер жасалды. Почему в Казахстане? Неге Қазақстан? Өйткені тарихты алып қарасақ, біз үнемі жібек жолының ажырамас бөлігі болдық. 20 ғасырдағы даму жылдарында да солай. Сонау 90-жы жылдары тұңғыш президент Еуразия кіндігіндегі Қазақстанның құрлықаралық тауар тасымалына мүмкіндігі жоғары екенін айтып, өз еңбегінде атап өткен болатын. Қазақстандағы бейбітшілік пен тұрақтылық елбасының барлық халықаралық міндеттемелерді, оның ішінде қауіпсіздік мәселелерін орындауға жауапкершілікпен қарауы, Қытай бастамасымен қолға алынған жібек жолын жаңғырту жөніндегі жаһандық экономикалық жобаны іске асыруға негіз болды. 2013 жылы Қытай басшысы Си Цзиньпин Қазақстанның астанасында алғаш рет өзінің халықаралық бір белдеу, бір жол бастамасын ұсынды. Потому что это, во-первых, территория... Өйткені бұл біріншіден тәуелсіз әрі осы аймақтың көшбасшысы Қазақстан Республикасына тиесілі. Сондай-ақ бұл мемлекет әлемде үлкен мәртебеге ие. Сосын ең маңыздысы, Қазақстан арқылы Ресейге немесе Қытайға шығатын жол Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елге қарайды. Ешқандай қауіп жоқ. Қытай сондықтан бұл жолдың экономикалық қауіпсіздігіне кәміл сенімді және оның дамуына мүдделі. Шанхайская организация сотрудничества. Нұрлы жол бағдарламасын Қазақстан осы халықаралық жобаның бір тармақ ретінде жариялады. Ол дағдарысқа қарсы жоспар ретінде қарастырылды. 2014 жылға дағдарыс кезінде әлем экономикасы құлдырай бастады. Қазақстан бюджетінің табысы да төмендеді. Елбасы үлкен дағдарысқа үлкен құрылыспен жауап беруді ұсынды. Қазақстанда 200 мың жаңа жұмыс орны құрылды. Жол. Қазақстан үшін өмірдің бір тармағы іспетті. Біз бұл жобаны қолға алуға мүдделіміз. Астанадан барлық бағыт бойынша әуе жолдары, темір жол мен көлік жолдары тарауы тиіс. Ол жүректен шыққан күре тамырдай, күн шашқан шуақтай болу керек. Қазақстандықтар қолымен салынған жаңа магистральды жолдар біздің экономика мен қоғамды жаңғыртуы тиіс. Ұлт көшбасшысы Астананы макро аймақтармен байланыстыру үшін жаңа инфрақұрылым қалыптастыруды ұсынды. Бұл бірінші кезекте көлік жолдары. Атап айтсақ, Батыс Қытай, Батыс Еуропа, Нұр-Сұлтан Алматы, Нұр-Сұлтан Өскемен, Нұр-Сұлтан Ақтөбе Атырау, Алматы Өскемен, Қарағанды Жезқазған Қызылорда, Атырау Астрахан жолдары. Елдің шығысында логистикалық хаб, батысында теңіз инфрақұрылымын қалыптастыру әлі жүріп жатыр. Бұл ірі жобаның бәрін Қазақстан өз қаражаты есебінен жүзеге асыруда. Біз ешкімнен несие алмадық. Рас, Қытай құрылысқа қатысып жатыр. Бірақ ол біздің қаражатқа салынуда. Нұрлы жол ұлттық бағдарлама. Жоба толықтай біздің қаражатқа салынып жатыр. Яғни бұл жобадан түскен табыс инвестордың қалтасына емес, таза өзіміздің қалтамызға түседі. Бұл өте маңызды. 2020 жылға қарай көптеген көліктік логистикалық мәселелер шешімін тапты. 12,5 мың шақырым көлік жолы мен 2,5 мың темір жол салынып, қайта жөндеуден өтті. Қазақстандағы барлық әуежай жаңартылып, Каспий теңізінде 2 заманауи порт салынды. Өзіміз көргендей бір белдеу бір жол Қазақстан үшін үлкен серпін берді. Біз ғана емес, әлемдегі 150 мемлекет осы жобаға атсалысты. Инфрақұрылымы жұмылдырылды. Өткен жылы 6000 пойыз өтті. Соның 57% Қазақстан арқылы жүрді. Одан бөлек кәсіпорындар құрылып, инвестициялар тартылуда. Сынайтындар бар екенін мен білем. Бірақ сыншылар мәселенің байыбына бармай отырып сынай. Ал осы жобаға қатысып отырған елдер өз табысын біледі. Нұрлы жол мен бір белдеу, бір жол жобаларының түйісуі Қазақстанның транзиттік әлеуетін арттырды. Табыс көзіне айналды. Елдің транзиттік ахуалын оңалтуға оң әсер етті. Сегодня Казахстан обеспечивает 88% всех
Осы күнде шығыстан батысқа және кері бағыт бойынша тасымалданатын тауардың 88% Қазақстаннан өтеді. Яғни құрлықаралық тауар айналымының 88% біздің аумақ арқылы өтеді. Ол бізде 5 миллиард доллар табыс әкеліп отыр. Егер 6 жыл бұрын біз табыс мөлшерін жай ғана жобаласақ, бүгін біз мәліметтер мен нақты сандарды салыстырып отырмыз. Бұл елбасы бастамасымен қолға алынған Нұрлы жол жобасы өзін толықтай ақтады деген сөз. Разработана по инициативе первого президента Эльбасы, Нурсултана Абишевича Назарбаева, она себя оправдала полностью. Я бы хотел сказать об одной. Мен елбасының ерекше қасиетін атап өтер едім. Ол жай көшбасшы емес, ол жасампаз, мемлекеттің негізін қалаушы адам. Ел болашағына маңызды көптеген ірі жобаларды дайындап іске асырды. Внутренняя созидательная энергия. Нұрлы жол бағдарламасының бір белдеу, бір жол жобасына енуі Қазақстанның Еуразия кіндігінен теңізге шығуына жол ашты. Қытайда Қазақстанға тиесілі Лян Юн Ган порты бар. Қазір Қазақстан оңтүстіктегі тағы бір портты өз меншігіне алу мәселесін талқылап жатыр. Порт Қытайдан бөлек 400 миллион тұтынушысы бар үлкен нарықты қамтитын оңтүстік шығыс Азияға шығуға мүмкіндік береді. Әлемдік ішкі жалпы өнімнің 35%-ын құрайды. Онда Еуропаның 20, қиыр шығыстың 7% үлесі бар. Қазақстан бұл нарыққа өзі ғана шығып отырған жоқ. Осы екеуін қауіпсіз әрі жылдам жолмен жалғап отыр. Егер осының бәрін сандарға айналдырсақ, онда Қазақстан әлемдік жалпы ішкі өнімнің 60%-ын жолмен қамтамасыз етіп отыр. Шынын айту керек, біз әлі де өз әлеуетімізді толық білмейміз. Енді ғана қолға алдық. Мұның жемісін біз алдағы 10 жыл ішінде көретін шығармыз. Біз енді кірістік. Елбасы бастамасымен қолға алынған және жүзеге асырылған жобалардың жемісін біз әлі ұзақ жылдар бойы көреміз. Сондықтан да елбасының көреген саясатын түсініп, мемлекетіміздің даму бағыты бойынша стратегиялық басымдықтарын сақтауымыз керек. Заман талабына сай дамудың даңғыл жолына Қазақстан жылдам түсе білді. Түрлі соғыстар, пандемия және жаһандық дағдарыстар осының бәріне Қазақстан тұрақты мемлекеттік институттардың арқасында төтеп бере алады. Бұл тың жобалардың дені елбасы бастамасымен құрылып өз өміршеңдігін көрсеткен. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев елбасы саясатын бекер ұстанып отырған жоқ. Мемлекет басшысы елбасының 30 жылдағы жетістігін бағалап, оның болашақта да маңызды екенін біледі. Біріншіден, мен Қазақстанның 3-ші жаңғыруын, 5 институционалды реформаны жүзеге асырумен айналысамын. Басқаша айтқанда, мен елбасы стратегиясын іске асыру бағытында жұмыс істеймін. Я буду работать над реализацией стратегии Елбасы. И теперь контейнеры в Восточной Азии, стран, которые хотят... Бұл жобаға қатысқан елдердің контейнерлері осы күнде 12-15 күн ішінде жеткізіліп отыр. Теңіз арқылы тасымал бұрынғыдан 2,5-3 есеге көп. Бұл тікелей тиімді жол. Контейнерлер жылдан жылға артып келеді. Қазақстан осының арқасында табыс тауып отыр. Көптеген кәсіпорын құрылды. Кавказ дәлізі өткен жылы Түркия, Грузия, Әзербайжан және Қазақстанды жалғады. Бүгінгі күнге дейін осындай ауқымды жұмыстар жүргізілді. Бұл болашақ ұрпаққа арналған көреген идея екеніне көзіміз жетіп отыр. Такая огромная работа была проведена все эти годы, и мы видим, что это была очень своевременная, очень дальновидная идея, которая работает на благо наших народов. Батыс Қытай, Батыс Еуропа жобасы жүзеге асқалы 5 жылда Қазақстанның транзиттік әлеуеті артып, кіріс көбейді. Ол жалпы ішкі өнімнің 8%-ын құрады. Болашақта 20%-ға жеткізу жоспарда бар. Жаңа жолмен Қытайдан Еуропаға немесе Еуропадан Қытайға мыңдаған тонна жүк тасымалдануда. Тұңғыш президенттің батыл қадамы және стратегиялық жоспары екі мұхиттың, екі әлемді және миллиардтаған тұтынушының арасын жақындатты. Ең бастысы, бұл жоба кейінгі ұрпақ үшін, Қазақстанның жарқын болашағы үшін қызмет етеді.